Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерге жасалу жолы өте оңай, дәмі керемет болып шығатын, ешқандай қамырды жаюды қажет етпейтін торттың рецептіне бөліспекшімін. Ол үшін менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл торт ешқандай сливкиді қажет етпейді, керемет болып шығады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді бір-біріне қосып шығамыз. Ұнымызға какао, үстіне қопсытқышты салып, венчиктің көмегімен жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Осы құрғақ массамыздың үстіне сармайларымызды осылай бөлшектеп салып, қолымыздың көмегімен крошка жасаймыз. Міне қараңыздар, бізде осындай керемет ұнтақталған қамыр пайда болды. Енді осы қамырымызды шетке алып қоямыз, кремін дайындаймыз. Сүзбеге 3 дана жұмыртқаны саламыз. Қант саламыз. Және де қаймағымызды салып, үстіне ваниль сахарымызды да саламыз. Ең алдымен осылай шанышқының көмегімен массамызды езгілеп аламыз, араластырамыз. Және соңында қол блендерімен толықтай сұйық масса болғанша араластырамыз. Бізге осындай кальций қажет болады, оны фольганың көмегімен жақсылап ораймыз да кремімізді бір ыдысқа салып аламыз. Кальцийіміздің астына осындай пеште пісірілетін ыдысымызды қойып, 3-4 қасық ұнтақталған қамырымызды салып, жақсылап үстін басатын боламыз. Осылай стақанның көмегімен де жақсылап бастырып шығуға болады. Осы қамырымыздың үстіне кремімізді құйып, үстіне 6-7 қасықтай ұнтақталған қамырымызды сеуіп шығамыз. Осы ұнтақталған қамырдың үстіне крем, қайтадан ұнтақталған қамыр етіп 3 рет қайталап шығамыз. Міне ең соңғы қамырларымызды сеуіп шығамыз. Бұл кішкене қалыңдау болуы қажет. Осы соңғы бөлігін осылай қасықтың көмегімен жайлап басып шығамыз және де қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағат шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің тортымыз дайын болды. Енді осының үстіне пленка жауып 4-5 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Мұздатқышта тұрған осындай тортымызды фольгадан алып, және пышақтың көмегімен осылай айналдырып шығамыз, және де кальцийдан босатамыз. Ең бастысы қолжетімді заттардан ғана жасалынатын, өте нәзік болып шығатын осындай сүзбелі торт сіздің дастарханыңыздың сәні болатынына мен күмәнім жоқ. Жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет.